Залым түлкі. Бір күні арыстан ұйқыдан жаңа оянып, есінеп отырса, салып ұрып түлкі келеді. Сәлеметсіз бе, Арыстан аға, әдейі деп келдім дейді. Жай ма деп сұрайды Арыстан. Арыстан аға, сонау Қарлытаудың ар жағында балбырап тұрған бау бар. Бұдан шыға берісте көгерай шалғын сай бар. Сол сайдың бойында мыңғырып жайылып жүрген сансыз көп қой бар. Қасыңызға біраз нөкер ертіп алып барсаңыз шіркін, ай шылқа майға бір кенелер едік ау. Мұның ақыл екен дейді қарны ашып отырған Арыстан. Сол қойларға тезірек жетейік, қасымызға кімдерді алсақ екен? Жүректіден жолбарысты, білектіден аюды, қарулыдан қасқырды алайық дейді түлкі. Өңкей батырдың ортасында бір қорқақта керек болар, қоянды да ерте кетейік. Арыстан түлкінің тілін алады, сөйтіп арыстан, жолбарыс, аю, қасқыр, түлкі, қоян жолдас болып сапарға шығыпты. Кешке қарай орманның ашықтау бір алаңқайына жетіп түнемекші болады. Арыстан қанталаған көзімен серіктерін бір шолтты. Қарнымыз ашты ғой, не жейміз деп ақырады. Сонда түлкі Арыстанның алдына келіп қол қусырып тұрып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тейсін? Аю біздің жолым биге кім тейсін? Қасқыр біздің қабан биге кім тейсін? Түлкі біздің түмен биге кім тейсін? Қоян біздің қойымызды сойыңыз. Қарындар ашып отырған аңдар қоянды тарпа бас салады. Ол күні қоянды бөліп жеп, бармен базар десіп жатады да, ертеңіне тағы да жол жүреді. Күнімен дем алмастан жүріп кешке қарай қонаға бір сайдың басына келіп тоқтайды. Арыстан түлкіге қарай бұрып, қарнымыз ашты, не жейміз дейді. Түлкі қол қусырып тұра қалып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тейсін? Жолбарыс біздің жолым биге кім тейсін? Қасқыр біздің қабан биге кім тейсін? Түлкі біздің түмен биге кім тейсін? Аю біздің қоңыр қойды жықта сой. Түлкінің сөзін естісімен жолбарыс аюды алып ұрып, жәукемдей бастайды. Төртеуі аюдың етіне тойып алып ұйықтайды да ертеңіне тағы да жолға шығады. Төртеуі қасқырайы бір өзеннің жағасына келіп тоқтайды. Арыстан тағы да үйреншікті әніне басып, қарнымыз ашты, не жейміз дейді. Сонда түлкі орнынан ұшып тұрып былай депті. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тейсін? Жолбарыс біздің жолым биге кім тейсін? Түлкі біздің түмен биге кім тейсін? Қасқыр біздің қасымыз, бүгін жейтін асымыз. Түлкі сөзін аяқтасымен ақ жолбарыс қасқырды жарып салады. Таңертең тағы да жолға шығады. Күнімен жүріп отырып кешке қарай бір таудың етегіне жетеді. Сол арада түнемекші болады. Үшеуі үш жерге шоқиып отырады. Сол кезде дәндеген Арыстан тағы да түлкіге қарап, қарнымыз ашты ғой, не жейміз дейді. Түлкі Арыстанның ар жағына шығып қол қусырып тұрып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тейсін? Түлкі біздің түмен биге кім тейсін? Жолбарыс бізге жол азық, бүгінгі таңға мол азық. Осы сәтті Арыстан ағаң жолбарысты бас салады. Жолбарыс тыпырлауын қойған кезде түлкі де келіп терісін сыпырысуға кіріседі. Екеуі жолбарысты жеп болып ұйықтайды. Таңертең екі дос арып ашып таудың басына өрмелеп шығады. Арыстан солықтап шаршап тұрса, түлкі бір биік шыңның басына келіп, Арыстан аға, тезірек бері келіңіз деп шақырады. Не болып қалды? Төменде қаптаған қой жайылып жүр. Ентігіп Арыстан жетеді. Кәне? Түлкі алақанын шапалақтап, жап жақын тұр, әнекей. Секірейік, кәнекей, хөп дегенде Арыстан шыңнан секіріп кетеді, тастан тасқа соғылып, қызыл жоса қан болып мерті кетті. Мұны көрген түлкі, Арыстан аға дос едік қой, өлімтігіңді қарға құзғынға жем қылмайын деп Арыстанның терісін сыпыра бастайды.